Бәріне сәлем оқушылар. Бүгін сіздермен Excel кітабының 48-ші бетіндегі workbook'тегі тақырыпты талқылайтын боламыз. Каналға бірден тіркел, комментарийге рахмет деп жаз. Когда каналда 10 000 подписчик және 100 комментарий болған кезде мен сендерге көрсетер сыйлығым бар. Сонымен бастаймыз. Каналға тіркеліңдер. Бірінші тапсырмада up және down дейді. Жоғары және төмен, вдоль және төмен дейді. Енді осы мына жердегі сөздерді толықтыруымыз қажет. Қарадық. Біріншіде әрине бізде sunscreen, ол бізде крем, күннен қорғайтын крем. Екінші tent бізде палатка. Үшінші touch, ол бізде фонарик. Төртінші first aid kit, ол бізде дәрігерлік қобдиша. Бесінші ол бізде бесінші компас, алтыншы map, жалпы алтыншы map. Ары қарай кеттік. Бірде sleeping bag, екіде backpack, жетіде camping stove, яғни жаңағы газ ғой. Осындай неге барған кезде походқа шыққанда жылытатын. Сонымен екінші тапсырмаға келдік. Екінші тапсырмада сендерге айтады берілген сөздерден мынаны кішкентай қойын. Тағы да. Балалар каналға тіркеліп, комментарийге рахмет деп жазыңдар. Сендерге айтады read the clues and write the object. Яғни мына жердегі сөздерді мына жаққа қоюымыз қажет. Бастадық. Insect don't like this дейді. Ой, алхамдулилlah, айдетпендер балалар. Insect don't like this. Яғни жәндіктер оны жек көреді дейді. Әрине ол бізде insect repellent. Жәндіктеріне қорғайтын құрылғыдай. Сепкіш. This is very long. It helps you go up mountain. Бұл өте ұзын және де ол саған көмектеседі көтерілуге тауға. Ол әрине rope. Іште. Use this to talk to your family. Бұны қолдан өзінің отбасымен сөйлесу үшін дейді. Әрине ол satellite phone. Яғни осындай походтарға шыққанда арнайы хабарласатын құрылғы. This protect your eyes when there is a lot of sun. Ол сенің көзіңді қорғайды, когда көп күн болғанда. Ол әрине бізде sunglasses. When it rains, this help you to stay dry. Жаңбыр жауған кезде ол саған көмектеседі құрғақ болуға. Әрине ол бізде waterproof clothes. Яғни судан қорғайтын киімдер. 6. These protect your hands. Бұл сенің қолыңды қорғайды. Әрине ол бізде gloves. This hat protect your head. Бұл шапка сенің басыңды қорғайды. Ол әрине бізде helmet, ол шлем. Үшінші тапсырмаға келдік. Үшінші тапсырмада саған айтады look at your complete the sentence with the exercise 1 дейді. Мына жерде берілген сөздермен мынаның толықтыруларын қажет дейді. Бастадық. Бірде айтады look at your compass to find north. Яғни өзіңнің компасыңды қолдан оңтүстікті табу үшін. It's very sunny. Балалар. It's very sunny. Солтүстікті табу үшін балалар. It's very sunny, put your sunglasses дейді. Бүгін күнді және де өзінің көзілдірігіңді киіп ал. Let's cook some food. Where is the camping stove? Қанекей тамақ жасайық бірнеше. Сенің жаңағы газың қайда? I'm tired. Where is my sleeping bag? Мен шаршап кеттім. Менің ұйықтайтын сөмкем қайда? 5. We are lost. Have you got a map? Біз жоғалды. Сенде карта бар ма? All my clothes are in my backpack. Менің киімдерім барлығы менің рюкзагымда. 4-ші тапсырмаға келдік. 4-ші тапсырмада саған айтады. Мына хабарламаны толықтыруымыз қажет. Бірде. Hi Ellie, сәлем Ellie. I'm on an expedition in the rainforest, Australia. There are 4 of us. The trip and we sleep in a bank tent. I have got a comfortable sleeping bag and always sleep well. Сәлем, Али, біз недеміз экспедициядамыз, Австралияның тропикалық ормандарында, және де біздер 4-еуміз, және біз ұйықтап жатырмыз палаткада, және де менде ыңғайлы ұйықтайтын сөмке бар, және мен әрқашан жақсы ұйықтап жүрмін. It's really dark at night. Шынымен түнде қараңғы, but I have got good torch. Менде өзімен бірге жақсы фонарик бар. I carry my clothes and the things in a large backpack. Мен өзімнің киімдерімді көтеріп жүрмін, және заттарымды үлкен рюкзакта. It's very hot and sunny in the day. Яғни күндіз өте ыстық дейді. So I must put sunscreen on my face. Сондықтан мен жағуым керек күннен қорғайтын кремді бетіме.
Also, I always use a lot of insect repellent because there are millions of insects here. Мен әрине қолданып жүрмін өзімнің шыбын шіркейден қорғайтын сепкішімді. Өйткені бұл жақта миллиондаған жәндіктер бар, шыбын шіркейлер бар. I talk to my satellite phone. Мен анаммен сөйлесіп жүрмін өзімнің антенналы телефоныммен әр күнде. See you soon. Кейінірек жолыққанша Эмили дейді, мынандай X қойып қойған, ол сүйдім дегенді білдіреді. Комментарийге мынандай X қойған оқушыға менің сыйлығым бар, сондықтан комментарийге X қойып қойыңдар, соңына дейін көрген оқушылар. Goodbye, have a nice day. Каналға тіркел, комментарийге рахмет деп жаз.